Ақтауда полиция кәмелетке толмаған 3 перзентін өлтірген ер адамды ұстады. Мына қасиетті Рамазан айында жан түршігерлік оқиға болды. Ақтауда бұндай хабарды оқығым келмейді ғой, бірақ жариялайды да. И сүйін барып артынан адамдар неше түрлі комментарий жазады. Яғни ана адамның жаңағы өзінің 3 баласын өлтірген жас бала не жерде бір сақалы бар екен. Соны ойбай, мынау діншілдер, мынау намаз оқиды, қазіргі мына там салафи, вахаби, тағы бір деп айтып жатыр да. Құдай-ау, біз анау кішкене сөз сөйлеген кезде кішкене дұрыстап сөз сөйлейік та. Не, сол кезде қараңыздар, араб елдерінде, түрік елдерінде, Малайзия, олардың бәрі намаз оқиды. Оларда да неше түрлі қылмыстар болып жатыр. Банк тонау, адам өлтіру, зорлау, бәрі болды. Соларды мұсылман істеп жатыр. Анау христиандар Европада қаншама күніге қандай қырғындар болып жатыр. Зорлық, зомбылық болып жатыр. Біз айтып жатқан жоқпыз ғой, христиан жасап жатыр, иудей жасап жатыр деп айтпаймыз ғой. Оның дінде шатағымыз жоқ. Ол намаз оқи ма, оқымай ма, ол ол өз жауап береді ол. Намаз оқымай отқан қаншама адамдар жасайды қылмысты. Біз неге айтпаймыз, намаз оқымайтын атеист жасап жатыр мынау. Айтпаймыз ғой. Адам өлтіру ең үлкен күнә ол. Егерде біле білсеңіздер, Алла Тағала Құранда айтты, кімде-кім бір адамды өлтірсе, ол барлық адамды өлтіргенмен тең дейді. Ал керісінше кімде-кім бір адамды емдеп, жазылтып жүрсе дейді. Жазылып кетсе дейді, онда тірілткен болса бір адамды дейді, онда бүткіл адамды тірілткенмен тең дейді. Мұсылмандарда рахымшыл, мейірімшіл болуға әрқайсысы талпынып тырысады. Бірақ ол псих шығар, ол бір жынды шығар. Қазір көріп отырсыз, қазір көптеген адамдар, блогерлер болсын, жаңағы кешегі айтып отқан Жанат болсын, басқасы болсын, сол сияқты ол да бір психикалық ауруға душар болғаннан бала шығар. Оны емдету керек, ондайды көрсету керек. Психикалық аурумен ауыратындар өзінің бір учетта тұрады. Сол учетта тұрғандарға негізі жақсылап тұрып қарау керек. Біз қазір көшеде камерамен түкірсек соған штраф салып отырмыз ғой. Ондай адамдарды 24 сағат камерамен, болмаса басқалай участковый арқылы тексеріп, қадағалап отыруымыз керек. Сондықтан да достар, бір пікір айту үшін алдымен біліп алу керек. Ол қалай болды, неліктен болды. Жалпы дінге қатты бір тілімізді тигізбейік ағайын.